Қайырлы күн достар, сіздермен бірге айым каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз алмұрт пен жүзім қосылған ассорти компот дайындаймыз. Дәмі өте ерекше. Бұл табиғи компот дәруменге өте бай. Міндетті түрде дайындап көріңіз, өкінбейсіз. Ең біріншіде алмұрт пен жүзімді әдемілеп жуып аламыз. Бұл компот үшін алмұрттың тек қана тығыз түрлерін таңдаймыз. Стерилденген банкаларымызға бірінші алмұртты, содан кейін жүзімді саламыз. Міне салып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды банкаларымызға құямыз. Үстіне қақпағын жауып қоямыз. Он 15 минут банкаларымыз осылай тынып тұру керек. Уақыт өткеннен соң суымызды банкамыздан кастрюльге құямыз. Үстіне қантымызды қосамыз. Мен әдетте 2 литрлік банкаға 250 грамм қант саламын. Ал егер сізде 3 литрлік банка болса, 350 граммдай салыңыз. Менде осы 4 банкаға 1 килограммдай қант кетті. Енді ыдысымызды отқа құйып, 1 шай қасық лимон қышқылын қосамыз. Тағы да қайнатып, банкаларымызға құямыз. Құйып болғаннан соң ауа кірместей кілтпен жақсылап тұрып жауып, 1 күнге төңкеріп, жылы көрпемен жауып қоямыз. Осындай компоттар бөлме температурасында жақсы сақталады. Міне 1 сағаттың ішінде біздің компоттарымыз дайын болды. Егер де сізге ұнаса, каналыма жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыз.